Жол патрульдік полиция қызметкері тоқтатқан кезде не істеу керек? Сізбен бірге адвокат Таир Насханов. Осы видеоға лайк қойып, менің каналыма жазылыңыз. Жүргізуші қандай жағдайда тоқтау керек? Жол жүріс қағидаларының бойынша, егер жол патрульдік полиция қызметкері көліктік бақылау органдарының нысанды киім киген қызметкерінің дауыс күшейткіш құрылғысының көмегімен, ысқырып сигнал берумен, сіздің көлігіңіздің сәйкестендіру белгілерін және мемлекеттік номер белгісін айтып тоқтата алады. Егер қызметкер жаяу жүрсе, сізге қолмен, таяқшамен және тоқтау керек жерді көрсете отырып, сол жерге сіз аялдама жасауға міндеттісіз. Ішкі істер органдарының қызметкері көлік құралын тоқтатқан жағдайда қандай әрекеттер жасауға міндетті? Жол патрульдік полиция қызметкері жүргізушіні тоқтатқаннан кейін, жүргізуші көлік құралында қалып, инспекторды күту керек. Жол патрульдік полиция қызметкері өз кезегінде өзін таныстыруға және жүргізушінің талап ету бойынша қызмет куәлігін танысу және тегі мен лауазымдың анықтау үшін көрсетуге тиіс. Ішкі істер қызметкерінің талабы бойынша көлік құралын тоқтатуға не негіз болып табылады және қандай жағдайларда оған тыйым салынады? Тоқтату себебі болу мүмкін. Ол жол қозғалысы ережелерін бұзу, жүргізушінің құжаттарын тексеру, жол қозғалысының рейдтер өткізу және тағы басқа. Жол жүрісі туралы заңның 52 бабының 2 тармағына сәйкес, ішкі істер қызметкерінің осы баптың 1 тармағында көзделмеген негіздермен ішкі істер органдары қызметкерінің талабы бойынша көлік құралын тоқтатуға тыйым салынады. Көлік құралын жүргізу кезінде жүргізуші куәлігі мен техникалық паспорт болу міндетті ме? 2021 жылдың 1 ақпанында мемлекет басшысы заңына қол қойды. Осыған сәйкес қазақстандық жүргізушілерге өзімен бірге жүргізуші куәлігі мен техникалық паспорттарын өздерімен бірге алып жүруге қажеті жоқ. Жол патрульдік полиция қызметкері электронды база арқылы сіздің құжаттарды тексеру алады. Ол үшін өзіңізбен бірге жеке куәлігіңіз жеткілікті. Бірақ бұл ереже көлік жүргізу құқығынан айырылған жүргізушілерге және қазақстандық жүргізуші куәлігі жоқ шетелдіктерге қолданылмайды. Сізді жол патрульдік полиция қызметкері тоқтатқан кезде қандай құқыңыз бар? Жол жүрісі туралы заңда көлік жүргізушісінің құқықтары анықталған. Осыған сәйкес, жүргізуші құжаттарын тексеруге құқығы бар лауазымды тұлғадан көлік құралын тоқтату себебін түсіндіруге, лауазымды тұлғаның аты жөнін анықтауға, көлік құралын тиісті санатта басқаруға, жолаушылар мен жүктерді жолдармен тасымалдауға құқылы. Егер сізде құқық сұрақтарыңыз болса, Насханов және серіктестер адвокаттық кеңсесі әрқашан көмекке келуге дайын.